Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге докторантураға түсу бойынша қандай құжаттар қажет, не істеу керек, не жинау керек, сол туралы ақпарат беретін боламын. Мұқият тыңдаңыздар. Пайдалы болса, комментарий жазып, лайк басуға кетіңіздер. Ең алдымен докторантураға түсу үшін сіздерде міндетті түрде магистр дипломы болуы керек. Ең алдымен осындай жеке іс қағазын толтырасыздар, өзіңіз туралы ақпарат, отбасыңыз туралы ақпарат бересіздер. Келесі диплом, яғни магистр атағын алған дипломыңыз болу керек, приложениесімен оригиналы. Одан кейін қазтесттен қазақ тілін білу деңгейін анықтайтын тест. Бұл тест сертификаты бізге 2 жыл жарамды. 2 жылда, яғни сіз 4 рет тапсыра аласыз осы тестті, сертификатпен докторантураға. Одан кейін TOEFL IBT, менде бұл жерде TOEFL IBT тапсырдым, IELTS тапсырсаңыз да болады. Негізі биыл жаңа тағы заң қосылды, оны келесі видеода түсіндіретін боламын. Ағылшын тіліне байланысты. Бұл да 2 жылға жарамды. 2 жылда сіз 4 рет тапсыра аласыз, яғни жазда 2 рет, жазда 1 рет, қыста, күзде 1 рет. Сонда 2 жыл қатарынан тапсыра аласыз. Одан кейін 075 денсаулығыңыз туралы анықтама. Сосын еңбек кітапшасы. Еңбек кітапшасы, яғни сізде осы жалпы мамандық бойынша жұмыс істеген кезде сізде 9 ай еңбек өтілі болу міндетті. Ол мүмкін сіз декретке дейін болса да, декреттен кейін болса да, жалпылама 9 ай жұмыс істеуіңіз керек. Одан кейін бұл пенсионка, яғни сіздің соңғы 6 ай немесе 1 жылдағы пенсионкаңыз. Келесі бізде ғылыми жарияланымдар тізімі. Яғни сіз осы кезге дейін қандай ғылыми жұмыспен айналыстыңыз, мақала шығардыңыз ба, кітапша шығардыңыз ба, авторлық бағдарлама шығардыңыз ба, не сол туралы соның атауын, авторын, және ол қандай мақаланың атауы, қай жылы, қай мерзімі, қай жылы жарияланды деген сияқты тізімін жазып, өзіңіздің қолыңызды қойып өткізесіз. Келесі зерттеу жоспары. Бұл зерттеу жоспары міндетті түрде болу керек. Себебі сіз оқуға түскеннен кейін қандай жұмыспен айналысасыз, қандай бағытта зерттеу жұмыстарын айналысасыз деген сияқты өзіңіз алдын ала жоспар құрып, оның өзектілігін, мақсатын, жету жолын, әдістемесін барлығын жазатын боласыз. Болжам түрінде жазасыз, яғни алға қойған мақсатыңызда. Одан кейін мотивациялық эссе. Бұл эссені байқаған кейбір университеттер сұрамауы мүмкін, бірақ басым көпшілігі сұрайды екен. Осы эссені жазып өткізесіз документтермен бірге. Бұл жерде мотивациялық эссе, яғни мамандығым, мақсатым деген сияқты осы докторантураға түсудегі арманыңыз, мақсатыңыз не, немен айналысқыңыз келеді деген сияқты мағынада эссе жазатын боласыз. Барлықтарыңызға сәттілік. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға жаза кетіңіздер. Мен өзім биыл осы 2023 жылы жазда тапсырдым, бірақ 87 балл жинадым, бірақ оқуға түсе алмадым. Бұйырса алдымыздағы 2024 жылғы жазда тапсырдым. 2025 жылы жазда қайта тапсырайын деп отырмын. Барлықтарыңызға сәттілік. Тағы да келесі сұрақтарға байланысты өзімнің қандай кедергілерге келдім, мен өзім қандай сұрақтарға жауап іздедім деген сияқты тәжірибемнен видеолар түсіретін боламын. Лайк басып, тіркеліп, қолдап кетіңіздер.